Армысыздар. Қызға әңгіме айтып қояйын сіздерге. Шешесі қызын ауырсып жатыр дейді. Қызым ау, тұрмысқа шықсайшы. Қыз айтады дейді, мама, төлеген жоқ қой, төлегендер жоқ болып кетті ғой, төлеген жоқ қой деді. Шешесі айтады дейді, ой, айналайын ау, сен кешке шықшы, ночной клуб, анау қымбат ресторандарға баршы, төлеген түгіл төлегеннің әкесін көресің ол жерден деді. Барда біреуіне тиіп алмайсың ба сол төлегендердің? Сөйтсе шетте отқан әжесі айтады дейді, әй, сол төлеген дегенің маған мүлдем ұнамайды, о бастан ұнамап еді. Елі қырылып жатқан кезде қыз деп қиқулап жүрген есерсоқ ессіз қағырдан ел қорғайтын, әйелін қорғайтын, бала шағасын қорғайтын азамат шығады дейсің ба? Қой сол төлегені құрсын. Ана Бекежан кездессе, Бекежанға шығып аңдар. Қарапайым, өзім сияқты көп балалы үйден шыққан, елін жерін қорғайтын, ертең әйтеуір бала шағаңды қорғайтын ер азамат ол. Мен о бастан сол Бекежан дұрыс көрген, Бекежанды жақсы көрген мен. Қызым ау, тыңдама шешең, Бекежан дұрыс, Бекежан кездессе Бекежанға шығып ал тұрмысқа деп әжесі ақыл айтып жатыр дейді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бекежандар дұрыс па? Төлегендер дұрыс па?